Армысыз телекөрермен, эфирде Шынжырдағы шындық бағдарламасы. Жүргізушісі мен Ислам Қабылұлы, студиямыздың қонағы Тимур Академия оқыту орталығының негізін қалаушы директоры IT сарапшы Тимур Бектұр. Бүгінгі тақырыбымыз кезең және кеңістік. Даму философиялық заңдылықтар бойынша бір түзу сызық бойымен емес, ілгері кейінді спиралмен алдыға жылжиды. Бұнымен не айтқымыз келді? Төртінші ғылыми техникалық революция осыған дейінгі адамзаттың қалыптастырған қағидаттарын бойына сіңіре алған ба, немесе 21 ғасыр индивиді жеке тұлғасы осыған дейінгі орта ғасыр адамының жетілген түрі ме, әлде мүлде жаңа адам ба? Иә, бұл төртінші өндірістік революция. Бізге технологияның, білмедім қалай айтсақ, жаңадан бір күш берген, қарқын берген, шабыт берген, адамға осыған дейін қолынан келетін дүниесін одан сайын жандандыруға бір ықпал берген дәуір деп айтуға болады, төртінші өндірістік революцияны. Бірақ қанша дегенмен бұл өз алдына бөлек тіршілік иесі, немесе өз алдына бір бөлек жаңағы индивид деп айта алмас едік. Себебі біз бәрібір бұрынғының бөлшегіміз. Тіпті ол неше жерден роботизация басталып кетсін, неше жерден автоматизацияның 4-5 толқыны басталсын, иә. Жасанды интеллекттің жаңағы бір шырқау шыңына жетейік. Жалпы айталық, қазір жаңағы бүкіл әлем инженерлері бірінші жасауға тырысып жатқан кванттық компьютерлер қолданысқа еніп кетсін. Бәрібір бүгінгінің адам баласы бастауын бұрыннан алады. Сондықтан да біз бәрібір тарихтан, немесе орта ғасырдан дейміз бе, немесе жалпы адам баласының бастау алатын әу бастағы алғашқы нүктесінен бөліп жарып қарай алмаймыз мүлдем. Бәрібір біз сол бұрынғының бөлшегіміз. Бірақ біз сол бұрынғыдан келе жатқан технологиялық прогрестер болсын, немесе басқа да бір ғылыми жаңалықтар болсын, біз соны қалай пайдаланып жатырмыз, тәрк етіп жатырмыз ба, мансұқтап жатырмыз ба, әлде пайдамызға жаратып жатырмыз ба, осындай бір пәлсапалық сұрақтар қоюға болады. Бұл жағынан келуге болады. Бұны айтып отырған себебім не? Бұлай қарасақ, негізі адам баласы бір соңғы 2010-нан алсақ, соңғы 10 жылда бір қарқынды жаңағы қадам дейміз бе, қарқынды бір екпін жасағандай көрінеді. Дегенмен бұның барлығы бұрынғысыз ешқалай еді. Яғни қырғи-қабақ соғысындағы процестерсіз қазіргі технологиялық заман болатын бет, болмайтын беді. Оның алдындағы жаңағы бірінші дүниежүзілік, екінші дүниежүзілік соғыстың кезіндегі технологиялық жарыстарсыз біз бүгінгі жетістікке жетер ме едік, жетпес пе едік дегенде сұрақтар бар. Және тағы бір айтқым келгені, негізі біз егер архивке түсетін болсақ, біз мысалы қазір кітапханада отырмыз, иә. Мысалға алдымызда отырған қат-қабат контент, қағаз контент. Бұл медиа деп аталады. Осы медианың ішінде қанша ақпарат жатыр. Дәл осындай медиа ғылыми кеңістікте де бар. Олана Скопус болсын, басқа да инфофакторлы журналдар болсын. Ғылыми ізденістер негізі дәл осылай қат-қабат жинақталып жатыр. Және бізге дейінге жинақталып келген. Мені ойландыратыны, біз сол адам баласының, ғалымдардың осы уақытқа дейін жиған тергенін пайдамызға жарата алып жатырмыз ба, жоқ па? Ол көміліп қалып жатыр ма, ұмыт қалып жатыр ма? Әлде біз шындығында ұрпақтан ұрпаққа, ғасырдан ғасырға келе жатқан ақпаратты, контентті, ғылыми зерттеулерді, ізденістерді, жаңалықтарды адамзат игілігі үшін қолдана алып жатырмыз ба деген сұрақ бар жалпы. Ал толықтай айтқан кезде әрине біз бұрынғының бөлшегіміз. Ақпараттың тауарға айналу барысында буржуазиялы экономистердің капиталдық өндірісті талдауы барысында жұмысшылардың бір күндік жұмысы жоғарғы норма эталонына етіліп алынып талданады.
яғни ақпаратты санаулы адамдар ғана игере алады. Ал бұл дегеніміз азшылықтың көпшілікті қанауы болып табылмайды ма? Ғылымға ғұмырын арнаған ғалымдардың еңбегін жаңағы санаулы ақпарат тоғышарлары дейміз бе, ақпарат қорытпашылары дейміз бе, өзінің пайдасына жаратып отырған жоқ па? Иә деп те жоқ деп те айтуға болады. Себебі ол ғалымдар әу бастан ғылыми ізденіспен айналысады, жаңалықтар ойлап табады. Олар көп мәселеге академиялық тұрғысынан қарайды. Сосын жаңағы ғылыми орталарда, форумдар бола ма, басылымдар бола ма, қазіргі таңда енді интернет сайттар ғой, осындай ресурстарда жариялап, немесе өздерінің лабораториялық қорытындыларын шығарып деген секілді ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысады. Ал оны енді бизнеске айналдыру, оны пайдаға жарату, оны жалпы адамзаттың игілігіне қолдану, осы жаңа алдындағы сұраққа жауап бергенде. Бұл негізі дұрыс нәрсе деп ойлаймын өз басым. Бұлай қарағанда енді ол біреудің дайын дүниесін иемденіп кету, бір тоқшарлық секілді көрінетіні рас, себебі бір адам ол лабораторияда айталық ойыннан, күлкіден, тойдан, барлығынан қалып, бала шағасынан баз кешіп дегендей. Біреулер архивте жүріп, 30 жылын архивке арнап, сондай бір ғылыми тұжырымға жетуі мүмкін. Нобель сыйлығын алатындай бір ғылыми жаңалық ашуы мүмкін. Бірақ олар ғалым болғаннан кейін, олар көбінесе академиялық ізденіс жағынан, академиялық жаңағы подход деп айтамыз ғой, академиялық ізденіспен, қадаммен келгендіктен, олар сол өзінің миссиясына ғана жетеді, сосын оны жаңа архивтерге, мұрағаттарға, немесе түрлі жұртшылыққа тарайтын ақпарат беттеріне беріп, бәлкім оны өзінің қасындағы көмекшілері, аспиранттары, солар жалғасын табуы мүмкін, немесе ол ғылыми жаңалық өзінің сол кемеліне жеткен күйінде жалпыға ұсынуы мүмкін. Ендігі мәселе осы жерден басталады ғой. Яғни оны жалпы адамзаттың игілігіне пайдаға асыру жағы. Негізі оны пайдаға асыру қажет, дұрысында. Әйтпесе, сол азшылықтың назарында ғана қалып қою мүмкін да, керісінше ол ғалымдарға негізі обал болады, көпшілікке жетпесе. Айталық, бұл жерде енді коммерциализацияның да шеті шығып тұр, жаңағы буржуазия деп айтып қалдым ғой енді. Әрине, ғалым ол айталық бір материалдық қорға, ақшаға, үйге, жайға жағдай жетпей жүрген болуы мүмкін. Бірақ ол сондай әлемді өзгертетін технологиялық жетістік жасаған болуы мүмкін. Осы жағынан келгенде, оны коммерциализацияға айналдырған топтар дейміз бе, компаниялар дейміз бе, адамдар дейміз бе, жаңа өзіңіз айтқандай бір ұрлап кеткен секілді ме, бір адалдыққа жатпайтын қадам секілді ме көрінуі мүмкін. Бірақ шындығында олай емес. Себебі әркімнің өзінің миссиясы бар. Ғалымдар керісінше енді сұрап көру керек шындығында ғалымдардан. Қалай қарайсыздар? Мысалға, сіздің маңдай теріңізбен неше жыл бойы жаңағы іздеу кабинетінен шықпай, жеке өміріңізді тәрк етіп жасаған ғылыми жаңалығыңызды мына жақта ашық дерек көздерінен алып, біреулер коммерциялық проектке айналдырып, содан ақша жасап байып жатса, сіз қалай сезінесіз деп сұрау керек негізі. Ал жалпы, меніңше солай болу қажет деп ойлаймын. Себебі онсыз біз ғарышқа ұшар ма едік, онсыз біз компьютерді көпшілікке тарата алар ма едік, онсыз бізді қазір мынау камераға түсіріп тұрған объективтер өндіріске енер ме еді, енбес пе еді. Яғни оның барлығы бұлай тығылып қала беретін болса, осындай шаң басып архивтерді жинала беретін болса, ол ғылыми жаңалықтың құны қаншалықты ол? Құны шаң, тозаңмен бірдей ғой. Сондықтан керісінше солай болу қажет. Мынау осы қай жылдар екен, осы бір 4-5 жылдықта Мәскеуде бір үлкен диджитализация, цифровизация бойынша бір үлкен форум өтті. Сол кезде
Сбербанк деп аталатын Ресейдегі банктың басшысы Герман Греф деген азамат MIT, ақштағы MIT институты бар ғой, соның профессорына сұрақ қойды. Жалпы Ресейге не жетпейді? Неліктен бізде Америка сияқты жаңағы компьютерлік ғылымдары дамыған, инженериясы дамыған, инновациясы дамыған елге неге айнала алмаймыз деген сұрақ қойды да. Осы жерден жаңа сіздің қойған сұрағыңыздың бір ұштығы шығып тұрған сияқты көрінеді. Сол кезде ол айтады, енді негізі орыс халқы, Ресей халқы негізі соншалықты бір ақылдан жұрдай, немесе білімсіз, бір ізденбейтін халыққа жатпайды. Керісінше нағыз инженерлер орыстардан шыққан. Мысалға Попов бар, жаңағы Ломоносов бар, анау химиялық элементтерінің өзі неге тұрады, тізімі. Яғни жалпы ел ғалымдардан кенде емес. Бірақ неліктен соны өнімге айналдыра алмайды деген сұрақ бар да. Яғни радионы ойлап табады, электр шамын ойлап табады, лазерді ойлап табады, химиялық элементтерді ойлап табады. Ойлап тапқанда енді химиялық элемент ойлап таппайды, енді ол табиғатта бар нәрсе жаңалық қылып ашады, процесстердің арқасында. Бірақ мәселе соны өнімге айналдыру. Қазір продукт деп айтып жүр, енді продукт деген негізі орыс сөз емес, негізі ағылшын сөзі продукт деген. Енді сол күйінде қазір өнім дегеннен гөрі продукт деп айту бір жағынан сәнге айналды, бір жағынан терминге айналды. Соны продуктке айналдыру бізде үлкен проблема. Яғни ол Ресейге қатысты айтылғанымен ол бізге де тиесілі. Себебі біз бір шекпеннен шықтық. Қанша құтылғымыз келсе де, артымызда 30 жыл қалса да, бәрібір инженерлік мектептер, жаңағы машиностроение дейді, машина құру саламыз, зауыттарымыздың кіндігі бәрібір Кеңес одағына байланып тұр. Сондықтан да ол сол бар нәрсені ұқсату, ойлап табылған нәрседен дүние жасау, оны және әлемге сата білу, бұл негізі үлкен өнер болып тұр. Мынау Стив Джобс дейміз ғой. Стив Джобс шындығында ол мықты инженер емес, шындығында мықты инженер емес. Оның жанында жүрген Стив Возняк деген Apple компаниясының бірге құрған досы бар. Өз қолымен компьютер жасаған адам. Соны өзі айтады, мен Стив Джобстың код жазғанын көрген жоқпын дейді. Яғни программалық код жазғанын көрген жоқпын дейді. Яғни ол не инженер емес болса, ол не электротехник болмаса, не программист болмаса, ол несімен атақты, ол несімен құнды. Ол әлемге анадай компанияны қалай сыйлады? Көрдіңіз бе? Яғни ол парк деген технология, Palo Alto Research Center деген Америкада, сол Кремний алқабында. Соның ішінде бір топ ғалымдар жиналып алып, ол негізі Xerox компаниясына қарайды. Кәдімгі біз қағаздан көшірмесін шығаратын Xerox компаниясы бар ғой. Негізі өте көптеген технологиялық шешімдерді осы лабораторияда ойлап тапқан. Ол график юзер интерфейс дейді. Кәдімгі біз компьютерде отырғанда анау мышка бар ғой, мышка, тышқан. Сол тышқанды сол жерде ойлап тапқан. Оның курсорын сол жерде ойлап тапқан. График юзер интерфейс деген бұрын компьютерлер негізі қара экран болған. Оны тек программистер код жазып қана компьютерді қолданатын болған. Кейін жаңағы лабораторияның ғалымдары, инженерлері GUI дейді, график юзер интерфейс деген. Яғни біз қазір қолданып жүрген компьютердегі оболочка бар ғой, мой компьютер, рабочий стол, корзина, мои документы деген. Немесе мына телефондағы кәдімгі бет бар ғой біз көретін. Шындығында бұрын бұл қап-қара болған. Сосын жазу код шығат болды. Оны екінің бір түсінбейді. Оны түсіну үшін тек программист болуын қажет. Яғни осыны көпшілікке енгізу үшін, бұны тек қана программистер ғана қолданатын, тек ғалымдар ғана қолданатын технология болып бір шаң басып қалып қоймау үшін, ғалымдар оны жетілдіре түскенді көпшілікке жеткізу үшін. Ал оны әлемдік деңгейге жеткізу үшін жаңағы Стив Джобстар иемденген.
көріп отырсың ба? Яғни негізгі еңбек ғалымдардікі, бірақ оның жемісі, мысалға Apple компаниясы қазіргі таңда триллиондаған доллар тұратын Америкадағы жаңағы единорог деп айтады. Жаңағы алпауыт корпорациялардың біріне жатады. Бірақ оның бүкіл технологиялық жетістігінің барлығы сол лабораторияда, бір бұрышта, өзімен өзі жұрттан баз кеше отырған ғылыми ізденіске басымен кіріп кеткен ғалымдардың көз майы. Көріп отырсың ба? Яғни негізі бірінсіз бірі болмайды. Әйтпесе ол шаң басып қалады, сосын жатады. Аға, ежелгі ғасырларда қаны бұзық қылмыскерлер дейміз бе, пираттар дейтін болған. Пираттар теңіздер мен мұхиттарға өз үстемдігін жүргізген. Қазіргі мемлекеттер даярлап, қаржылай қолдау көрсетіп отырған кейбірлік шабуылшылар немесе хаккерлер осыларға ұқсас болып келеді. Жалпы бұлар ұлттың жеке ісіне араласады, сайлау ісіне араласады. Әлем елдері ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қазіргі таңда қандай жұмыстар атқарып жатыр? Әлем елдері болғанда бұл өте қызық нәрсе. Себебі бұл өте қызық нәрсе. Себебі ол хакер, ол Америкада тұрып, Қазақстанның ісіне де араласуы мүмкін. Сондықтан Қазақстан ол өзінің аумағымен ғана шектеліп қала алмайды да. Бірақ ол сырттан әлемнен жаңағы ақпараттық қауіпсіздік бойынша қатер келеді деп, ол әлемде қанша мысалы 200-дің үстінде дамыған мемлекет бар ма? Дамыған дегенде енді территориясы бар, мемлекеті бар, халқы бар, белгілі бір заңдары бар. Соның барлығын қамтуға да күші жетпейді да. Яғни осы жағынан бір сөзбен айту қиындау нәрсе. Бірақ шындығында өте өзекті мәселе. Себебі ол интернетпен бірге жалпы кез келген нәрсенің ақ пен қарасы қатар жүреді ғой. Ол саяси хакинг те болады. Ол бейсаяси жеке хакинг те болады. Яғни қарақшылық. Оның оппозицияда, либералдарда, консерванттарда, басқа саяси топтарда шаруасы шамалы. Оның күйттеген сол біреудің ақшасын қағып кету. Ондай да хакинг түрлері бар. Саяси хакинг те бар. Сондықтан бұған негізі жалпылама қарау керек. Яғни жалпылама ақпараттық кеңістікті қорғау, ақпараттық қауіпсіздік бойынша шараларды қолға алу, және соған оның қадамдары бар, жаңағы maturity level деп айтады. Пісіп жетілу дәрежесі деп аталады. Яғни біздің қоғамдар енді бір алғашқы сатыларда тұрған сияқты деп ойлаймын. Оған терең анализ жасау керек, бір нақты жауап айту үшін. Дегенмен бұл адами фактор ең бірінші. Ақпараттық қауіпсіздік ең бірінші адами фактор. Сосын барып технологиялық фактор деп айта аламын. Бұл не деген сөз? Бұл мемлекет болсын, компания болсын, бір корпорациялар болсын, өзінің ақпараттық қауіпсіздігін жан-жақтан қамтып, жетілдіріп, технологиясын құрсап қойғанымен, соның ішінде жұмыс істеп жүрген, немесе сол мемлекеттің азаматтары ақпараттық қауіпсіздік саласы жағынан гигиенасы жоқ болса, демек жаңағы технологиялық жағынан құрсап қойғанның барлығы текке кетеді. Яғни бұл дегеніміз антивирус жүз жерден қондырып алсаң да, антивирус бұл технологиялық шешім, компьютердегі. Ал адами фактор дегеніміз, мәселен, мен сізге WhatsApp-ыңызға, электронды поштаңызға, әлеуметтік желідегі парақшаңызға, мессенджеріңізге фишинг сілтеме жіберсем, сіз оны оңды-солды басатын болсаңыз, оның ішіндегі ашылған терезеге барлық ақпаратыңызды оңды-солды тере беретін болсаңыз, жібере беретін болсаңыз, осыны адами фактор дейді. Яғни жекелеген тұлға
мемлекеттің азаматтары, бір компанияның қызметкері ретінде өзіңнің ақпараттық қауіпсіздігіне гигиенаң болмаса, технологиялық қоршаудың, ақпараттық қауіпсіздікті сақтаудағы бүкіл шараларың текке кетеді. Тиісінше бұның барлығы бірін-бірі қамтып, бірін-бірі толықтырып тұратын дүниелер. Яғни, сұраққа жауап. Әлем не істеп жатыр? Әлем осындай ақпараттық қауіпсіздіктің алдын алудың, ал бола қалған жағдайда оның шығыны мен зиянын азайтудың, және өзінің қызметкерлерін, азаматтарын, жұмысшыларын осы ақпараттық қауіпсіздік гигиенасына оқытумен айналысып жатыр. Яғни, бұл дегеніміз не? Мысалы, сіз қолыңызда $1,000,000 бар делік, енді сіз мәжбүр болдыңыз, оны көшеде тасып жүруге мәжбүр болдыңыз, жаяу тасуға. Оны мөлдір пакетке саласыз ба, ішінде $1,000,000 жатқанын көрінетіндей қылып? Әлде оны қара пакетке, немесе бір мығым, жаңағы рюкзакқа салып тасисыз ба? Қайсысы? Қара пакетке салып. Әрине, ол арифметикалық бір қарапайым нәрсе, Бұл да сондай да. Яғни кез келген оңды солды сілтеменің барлығын баса беретін болсаңыз, мына жерге жаңағы кредит карточкаңыздың нөмірін бере салыңыз, біз сізге қазір $1,000,000 аударамыз десе, сіз ұттыңыз лотереядан десе, ойбай деп соған бүкіл мәліметіңіз жазып бере салатын болсаңыз, мұның барлығы текке кетеді деген сөз. Көрдіңіз бе? Яғни бір осындай адами фактор, технологиялық фактор, сосын жаңағы түсінік деген бар. Ақпараттық қауіпсіздік түсінігі деген бар. Осыны енгізу керек. Мысалға біз адамзат баласы пайда болғанда тіс пастасы, тіс щеткасы дейтін болған жоқ қой. Ол кейін заман алға жылжумен, дамуымен келе гигиена деген пайда болды. Сосын сабын пайдалану, қол кір болғаннан кейін оны сабындап жуу деген. Мысалға, осы қазір пандемия кезі, біз оны қайтадан есімізге алып жатырмыз. Жаңағы әр ғимаратқа кіргенде санитайзер тұрады, бетперде кию, қолымызды жаңағы 20 секунд бойы сабындап жуу отыр. Осының барлығы түсінік. Бұл биоқауіптің, биовирустың қаупінен зардап шекпеу үшін сондай бір түсінік пайда болды адамда. Дәл сол секілді ақпараттық қауіпсіздіктен, хакерлерден, компьютерлік қауіптен зардап шекпеу үшін адамдарда түсінік болу керек. Біз енді өте бір балаң дамып келе жатқан халықпыз да. Біз енді айтамыз ғой, жаңағы қазақ хандығына 550 жыл болды. Совет үкіметінде 70 жыл жүрдік, кеше 30 жыл болды тәуелсіздік алғанымызға деп. Бірақ бәрібір көптеген процестерде әлі балаңдық сезіледі. Әсіресе осы IT жағында. Енді оянып жатырмыз. Мысалға, біздер IT қауымдастық, IT мамандар бар, басылымдар бар. Ойбай, ақпараттық технологияның заманында компьютер білмеу деген не масқара? Алдыңыздан шыққан иә жоқ деген кнопканың барлығын баса бермей бір байына барып қарасаңызшы, ол не деп жазылып тұр ана жерде деп қанша байбалам салсақ та ешкім мән берген жоқ. Бірақ басқа түсе баспақшыл деген пандемия келді, кризис орнады. Сөйтіп барлығымыз онлайнға көшіп кеткен кезде мәжбүрлі түрде адамдар онлайн жиналыс болады екен деп түсінді да. Сабақта да онлайн оқуға болады екен, дәрігерге де онлайн қаралуға болады екен. Сол кезде барып сөйтсе біреуінде электронды пошта жоқ. 21 ғасырдың 20 жылындамыз. Электронды поштасы дегенді білмейтін адамдар бар. Мессенджер деген не екенін білмейтін адамдар бар. Ақпаратты қалай жібереді, кімге жібереді, қалай алады дегенді білмейтін адамдар бар. Көрдіңіздер ме? Яғни осының барлығы бір қабаттан жайлап жалпы елдің ақпараттық технологиялық қауіпсіздігіне бір нұқсан келтіреді деп айтуға болады. Жалпы алғанда. Себебі посткеңестік елдердің ішінде, оның ішінде Ресей де бар, Ресей
Қазақстанда бар. Мынау фишинг жағынан көп қармаққа түседі біздің азаматтар. Сосын Троян деген вирустың түрі бар, соған көп түседі біздікілер. Кәдімгі Касперский антивирус дегенді білесіз ғой, соның отчеты бар, тіпті арнайы сайты да бар. Ел аумағындағы көп тараған вирустардың тізімін шығарып тұрады. Соның ішінен Қазақстанды қарасаңыз, көп тараған жаңағы трояндардың тізімін шығарып береді. Троян деген компьютердегі вирустың бір түрі. Яғни осының барлығы сол ақпарат қауіпсіздігі гигиенасына жатады. Мэри Шеллидің Франкенштейн немесе қазіргі Прометей атты ғажап романы бар. Осы кітапты оқып қатты әсерленген болатынмын. Жалпы шығармаға келетін болсақ, швейцар ғалымы өзінің қолымен бір алып адам жасап шығарады романның орта ширегіне дейін. Бірақ ол жаратылған алып адам романның ішіндегі қоғамнан өз орнын таба алмай, ақыр аяғында адамзатпен қастасып, жауласып тынады. Романның ортасына дейін осы алып адамды жаратқан автор романның аяғына дейін осы алып адамды көзін жоюды бар күшін соған жұмсайды, көзін жоюға. Енді контексттен шығып қарайтын болсақ, бұл Інжілдің бірінші кітабынан алынған екен, көне өсиеттен. Яғни мұндағы Құдайдың Адам ата мен Хауананы жаратқандағы және оның өсіп өнген ұрпақтарын игере алмай, иелік ете алмай, топан сумен қаптатып қырып салғандығынан соның бір кіші сюжеті десек болады алынған. Ал енді менде осындай заңды сауал туады. Соңғы уақыттары әлем елдері жасанды интеллектті көптеп құрастырып жатыр. Бір уақытта бесон жұмысты қатар атқара алады. Егер осы қарқынынан таймаса, робот жасау қарқынынан таймаса, әлем елдері алдағы уақытта жер шарының 50-60% халқы жұмыссыз қалуы ықтимал. Жазушы Асқар Сүлейменовтің бір сөзі бар. Адам Құдайдың сәтсіз жобасы ма деген. Мен бірақ осы сұрақтың өңін бұрып сізге қойғым келіп отыр. Робот адамның сәтсіз жобасы ма? Жаңа сөзіміздің басында 4-ші өндірістік революция жөнінде әңгіме қозғап қалдық қой, тиісінше біз бұған дейін 3-ші өндірістік революцияны басымыздан өткіздік. Немесе соның соңғы ширегінде өмір сүріп жатқан болармыз бәлкім. Тек оның барлығы былай табалдырық секілді нақты шегі жоқ дәуірлер ғой. Сондықтан бір-біріне астасып кетеді. Оның алдында екінші өндірістік революция болды. Тиісінше оның алдында бірінші өндірістік революция болды. Тиісінше оның алдында орта ғасыр ғалымдар мен инженерлер неше түрлі шешімдер ойлап тапты. Яғни бұл заңды даму, бұл заңды технологиялық дүмпу деп айтуға болады. Бірақ роботты сәтсіз жоба деп айта алмас едім. Бұл тым пессимистік көзқарас, тым жалпы осыған дейін адамзаттың жасаған игілігі мен технологиялық шешімдерінің жетістіктерінің барын жоққа шығарған сөз деп айтар едім. Неліктен? Себебі біз сол роботтардың күшімен жүрміз ғой қазір. Соны пайдаланып жүрміз. Микроволновка қолданамыз ғой, микротолқынды пеш. Ол роботқа жатады. Енді зауыттарды, фермаларды, конвейерлерді, тауар шығарып жатқан мекемелерді ме, ірі өндірістік машиналарды, көліктерді айтпағанның өзінде, біздің күнделікті өміріміздің өзінде қанша роботтар бар. Енді ол роботтар технологиялық, аппараттық деңгейден қазір ақпараттық, бағдарламалық деңгейге өтті. Оны бот деп айтады. Ендігі заман сол роботтың дамыған, немесе цифрланған кейпі боттардың заманы қазіргі таңда. Оны чатбот деген сөзді естіген боларсыз, соңғы кезде. Чатботтар сол роботтың бір түрі. Яғни адамның орнына жұмыс істейді. Егер сіз қызмет көрсету саласында мекемеңіз болса, немесе бір шағын кәсібіңіз болса, айталық сіз торт сатасыз, Енді не көп, қазір үйде торт пісіріп отырған қыз келіншектер көп қой. Ол өзінің инстаграмына, телеграмына, ватсабына, немесе сайтына, тағы бір жерге бот қондырып қоя алады. Ол адам баласының уақыты шектеулі.
Ол үнемі 24 сағат адамдардың барлығын сұраққа жауап беріп отыра алмайды. Ал ботқа бәрібір. Ода ұйқы жоқ, күлкі жоқ, жан жоқ. Ол адам жаңағы ботқа кіргенде қандай торт аласыз, қашан аласыз, қайсысын аласыз, бағасы осындай, адресіңіз қандай, қашан жеткізіп берейін деген секілді автомат сұрақтың барлығына өзі жауап бере алады. Бұл игілік пе? Бұл сәтсіз жоба деп айта аламыз ба осыны? Мен ең қарапайым үлгісін ғана айтып отырмын. Анау үлкен өндірістік машиналарды айтпағанның өзінде. Бізге Илон Маск қарсы болғанда бұл жерде де бір үлкен әңгіме бар. Себебі олар жалпы роботқа қарсы деп айта алмас едім. Себебі оның Тесласын жасап шығарып жатқан, оның анау Solar System деп аталатын күн панельдерін жасап жатқан конвейердегі роботтар, оның SpaceX зымыранын жасап жатқанда роботтар. Енді ол ар жағында шешімді адам баласы жасағанымен оны жинақтайтын роботтар бәрібір. Оны ғарышқа ұшырып қайттан жерге қондыратын роботтар. Технология оның барлығы. Бәлкім ол жасанды интеллектке жарым жартылай қарсы шыққан болуы мүмкін. Себебі қазіргі таңда сұрақ біртіндеп дилемма деп айтамыз ғой. Иә ма жоқ па деген. Осы Билл Гейтс бар, Илон Маск бар, басқа да инженерлер жасанды интеллект адам баласын басқарып кете ме, оның айтқанын тыңдамай қала ма деген қауіп болды. Деген жалпы қауіп болғанда талас тартыс бар. Бірақ енді оны мен бір пессимистік немесе бір радикалды жазықтыққа шығармаған болар едім. Тіпті Илон Масктердің өзі оған шығарып жатқан жоқ. Неліктен? Себебі қазіргі таңда нақты тәжірибе ретінде, нақты үлгі ретінде осы жасанды интеллектпен чипті адамның жүйке жүйесіне, басқа миға енгізумен айналысып жатқан Neuralink деген компания Илон Масктікі. Егер ол оны тәрк ететін болса, оны жоққа шығаратын болса, ол онымен айналысар ма еді? Айналыспайды ғой. Сондықтан ол жерде кейбір бір этикалық мәселелер болуы мүмкін. Бірақ жалпы роботизация, робототехника, жалпы осындай технологияның робот деп аталатын жетістігін ол сәтсіз жоба деп айта алмас едім. Оптимистік көзқарас. Әрине. Себебі ол жасанды интеллектке келген кезде мынандай сұрақ бар. Бұл енді бәлкім бұл сұраққа менің академиялық бір ғылыми дәрежем жетпеуі мүмкін жауап беруге. Бірақ енді соншалықты дилетант та емеспін ғой, енді қанша дегенмен IT маман, аналитик біз. Бірақ енді бір академиялық ғылыми дәрежеміз жетпеуі мүмкін. Анау MIT-дегі, Стэнфордтағы, Кремний алқабындағы инженерлердің деңгейінде ойлай алмаспыз. Дегенмен сараптамаларды оқитын болсақ, жасанды интеллект бәрібір адам баласының ойлау қабілетіне жетуге әлі алысау. Мысалға айталық, адам баласы 20 киловатт қуатпен, энергиямен бір экзофлопс ақпараттың жобасында өңдей алады. 20 киловатт өте аз энергия көзі. Ал қазіргі ең суперкомпьютер әлемде санаулы ғана. Сол суперкомпьютерлердің бірі 20 мегаватт электр энергиясымен 0,4 экзофлопс, яғни адамның 20 киловатт энергия жағып есептейтін ақпаратын 20 мегаватт қуатпен соның жартысын ғана өңдей алады. Демек ол адамның миының енді бұл біз білетін бір условный деп айтады ғой, адам миының біз білетін шартты түрдегі ғана қуаты. Сондықтан ол адам баласы ол оңай жеңіледі, ол қанша дегенмен ол Аллах Тағаланың бір совершенный деп айтады ғой, бір
кәміл жаратылыс емес шығар, бәлкім шығар. Енді оны дін өкілдеріне қалдырайық бұл сұрақты. Дегенмен оңайша қалатын жаңағы емес адам баласы. 5-10 жылдық көлемінде біздің көгілдір экрандардан цифрлы Қазақстан дейтін жоба көрсетіліп жүрді. Енді біз әлемнің дамыған 30 елінің құрамына кіреміз болашақта дейтін даңғаза дақпыртқа біз де иманымыздай сендік. Даналардың тәмсілі бойынша біреуінің кейбір кісілердің ақылы алдында, ісі артында, ал біреуінің ісі алдында, ақылы артында жүреді екен. Кешегі келген жалпы жаһанға қауіп төндірген коронавирус біздің қаншалықты цифрлық деңгейде екендігімізді берді ма? Осыған ойыңыз қалай? Бұған ойым енді жаңа мысалға бұсының алдындағы сұраққа оптимистік нотада жауап берсем, бұған өте пессимистік нотада жауап бергім келеді. Себебі енді бұл мен айтпай түсініп отырсыздар ғой, өздеріңіз көріп отырсыздар, үйлеріңізде біреуіңіздің бала шағаңыз бар, біреуіңіздің іні қарындасыңыз бар, жиендеріңіз бар шығар, ауылды балақандарыңыз бар. Онлайн оқу не болып жатқан көріп отырсыздар. Дәрі керек кезде қалай шашылып қалғанымызды көрдіңіздер. Дәрігерді іздеген кезде қандай қиындыққа тап болғанын байқадыңыздар. Интернет қажет болған кезде сервердің не болған көрдіңіздер. Яғни результат налицо деп айтады ғой. Осы уақытқа дейін 2 жылдың ішінде енді қаншалықты рас өтірігін Құдай білсін, бірақ цифрлық даму және аэроғарыш министрлігі бар. Соның ресми өкілдерінің айтуы бойынша, нақтырақ айтқанда Абылайхан Оспанов деп аталатын вице-министрдің айтуы бойынша 2 жылда 41 миллиард теңге жұмсалған екен. Осы электронды үкімет, мемлекеттің электронды қызметін дамытуға, порталдарды, мектебі ол өз алдына. Дарын онлайн енді жеке проект, бірақ e-learning деген жоба болған, мысалы осыған дейін білім саласында. Осының барлығының тұталағы шықты ғой, шындығына келгенде. Сондықтан бір қатты ұялатым енді бұл цифрлық Қазақстанның жаңағы өзіңіз айтқандай дақпыртына үлес қостық біз. Себебі ол IT маман болғаннан кейін қуандық, ойбай, бөркімізді аспанға аттық. Жаңағы 2020-2021 жылдары біз әлемнің дамыған елдерінің бір сатысына жоғарылаймыз. Осынша ауылда интернет болады. Енді жаңағы интернетсіздік дегенді ұмытасыздар. Міне 5G келе жатыр. Ертең ойбай робот құрастыратын боламыз деп бөрікті аспанға лақтырдық. Бірақ оң барлығы енді дәл осы күні көпшілігі құр сөз екені анық көрінді. Өте пессимистік жағдайдамыз, өте пессимистік көзқарастамын өз басым. Бірақ енді жаңағы жау кеткен соң қылышыңды боққа шаппа деп айтады ғой қазақта. Пандемияның қазір біз бел ортасындамыз. Әне-міне екінші толқын басалады деп күтіп отырмыз. Кеткен бюджет, кеткен ақша, қаражат кетті. Онлайн оқып жатырмыз. Сондықтан енді ол бүкіл ел көріп біліп отырған нәрсені қазір қазбалай берген соншалық бір пайда көріп отырған жоқпын. Бірақ сабақ алып жатырмыз ба, жоқ па? Билігіміз, мемлекетіміз енді не ойлап отыр деген сұрақтар күн тәртібінде тұр. Карантиннен кейін қазақ өзгереді ме жалпы сіздің ойыңызша? Мен сол өзгергенін қалар едім. Негізі дегенмен анау орысша айтқанда холодный душ деп айтады, бір салқын душ қабылдадық деген ойдамын. Бірақ ең жаман нәрсе қателесу емес. Мысалға біз жаңағы сервер құрудан, инфокоммуникациялық инфраструктурамызды құрудан бір қателіктер жіберген болсақ, мейлі оның ішінде жемқорлық болсын, жемқорлық болмасын, дұрыс жасалсын, дұрыс жасалмасын маңызды емес. Әйтеуір бір осы уақытқа дейін бір цифрлық Қазақстанның бір қадамдарын жасадық қой, соған ұмтылуға. Мәселе соның
аясындағы қателіктерде емес негізі. Адам баласы қателік жасағаннан кейін ол адами фактор тағысындағы болады. Мәселе сол ғой. Мәселе біз содан сабақ алдық па? Яғни басқа қазақ болып ояна ма бұл пандемиядан? Бұл бірінші сұрақ, қоғамға қойылатын сұрақ болса, менде соны мемлекетке арнағым келеді да, яғни ең басты билік түсінді ме осыны? Себебі біз инфраструктура бойынша, денсаулық бойынша, білім саласы бойынша, басқа да адам баласын қазіргі жаңағы тіршілік көзін, тіршілік ету салаларында бәріміз мемлекетке тәуелдіміз да. Яғни осы салаларда мемлекет өзінің инфраструктурасын ұстап тұра алмайтын болса, әрине ол сабақ алмаған болып саналады. Яғни басты сұрақ болса, мемлекеттің, биліктің, атқарушы органдар дейміз бе, тиісті салалық министрліктер, ведомстволар сабақ алды ма, жоқ па? Егер жаңағы тарсы піскенше деп айтады ғой, айтып бүйтіп өткізіп алайықшы. Сосын бұлай бола бермейтін шығар, енді 2021-де қалпына түсетін шығар. Сол кезде сол баяғы мамыражай тірлікке қайтып көшерміз деп әупірімдеп жүрме дегенде сұрақ бар да. Егер өйстіп жүрсек, онда бір ең үлкен өкініш осы болар еді. Себебі бүкіл әлем енді бұрынғыдай болмайды деп жатыр қазір. Яғни онлайн өмір біздің офлайн өміріміздің заңды жалғасы болады деп жатыр. Кездесуді де онлайн өткізуге болады екен, бизнес жиналысты да онлайн өткізуге болады екен, сотты да, яғни сот ең ауыр нәрсе жиналыстың бұл сот отырысы. Себебі ол жерде адамның тағдыры шешіліп жатыр. Біреу нақақтан нақақ сотталып жатыр, біреу нақақтан нақақ жәбір көріп қалып, жәбірленушіні соттай алмай жатыр. Мына жақта алқа соты отыр, шешім қабылдай алмай. Мына жақта сот отыр, мына жақта мемлекеттік айыптаушы бар, мына жақта жәбір көруші бар. Яғни ең ауыр жиналыстың бірі сот отырысының өзін онлайнға өткізетін заманға жеттік біз. Яғни осыдан біз ертең жаңағы бұлт сейіліп, күн қайтып жадыраған кезде бұл күнге жеттік па, жетпедік па деп бәрін тастап, баяғы тас дәуіріне қайтып ораламыз ба, әлде біз мына жерде серверіміз дұрыс емес екен, мына жерде камерамыз дұрыс емес екен, мына жерде инфокоммуникациялық инфраструктурамыз дұрыс емес екен, тездетіп, жеделдетіп 4G, 5G'ді қондырайық, алыс-алыс ауылдарға, аймақтарға ең болмаса мобильді интернетті жеткізейік. Тағы бір осындай бір дүмпу болатын болса, балалар тіпті білімсіз қалатын түрі бар екен. Демек, бүкіл білім контентін онлайнға, видеоға, аудиоға айналдырудың амалын жасайық деп жалпы ұлттық мобилизация бола ма, болмай ма? Негізге осы қиналдыратын сұрақ осы. Сізге тағы бір сұрағым. Жалпы мемлекеттің жасақтап жатқан жобаларына IT саласына байланысты ұсыныстар тастап келдіңіз осы уақытқа дейін. Бірақ сіздің ұсыныстарыңызды қабылдамады ма сонда мемлекет? Енді бұл ұсыныс дегенде бір мемлекеттің жаңағы даму қарқынын өзгертіп жіберетіндей ұсыныс болмағаннан кейін бір ішінара осылай болса қалай екен деген секілді бір процестік немесе сауал деңгейіндегі ұсыныстар болғаннан кейін бәлкім ол бір жерде тыңдалған болар, бәлкім бір жерде қабылданбаған болар. Негізгі мәселе ода емес. Негізгі мәселе мемлекет жалпы комплексті, кешенді түрде ситуацияны жақсы түсініп отыр ма, жоқ па деген сұрақ сол маған қайта-қайта көкейіме қона береді. Көрдіңіз ғой? Яғни жалпы IT қауымдастық негізі разы емес мемлекетке. Себебі ол мемлекеттің соншалықты бір айыптауға да келмейтін шығар бір жағынан, себебі оның өзінің ішкі бюрократиясы бар, өзінің процестері бар. Біз енді IT маманы болғаннан кейін бір жылдам осылай болып кеткенін қалаймыз ғой. Дәл қазір жібердім, дәл қазір жауап бер деген секілді. Ол мемлекетте бәрібір бірнеше сатыдан тұрады. Мен сізге айтсам, сіз бастығыңызға жеткізуіңіз керек. Бастығыңыз оны қарарға қосу керек. Ол қарар ана жақта қабылдану керек.
ол қабылданғаннан кейін ол мақұлдана ма мақұлданбай ма, ол келесі жылдың сметасына ене ме енбей ме деген секілді өте көп қадамдар бар. Эфиріміз осымен тәмам. Студиямызға келіп сұхбаттасқан Тимур Бектұрға алғысымыз зор. Ендеше мен Facebook әлеуметтік желісінің негізін қалаушы Марк Цукербергтің бір цитатысымен аяқтайын. Сұранысты анықтау үшін сұрақ қой. Адамдарға сұрақ қою олар туралы не білгіміз келетін үшін емес, керісінше не жайында білгісі келетінін анықтауға арналған әдіс. Көріскенше күн жақсы ағайын.